Қазақ тілі мен әдебиет пәні апталығының жоспарына шолу жасап өтсек. 30 қарашадан бастап ашық сабақтар 3 Б сыныбы қазақ тілі мен әдебиет пәні қыс айлары тақырыбында Дүрмекбаева Айнаш Төлегазиевна. 3-12 ай, яғни желтоқсан күні 8 Г сынып қазақ тілі мамандықтар тақырыбы Байбатырова Баян Ерлановна. 3 желтоқсан қазақ тілі мен әдебиет пәні 2 Б сынып 2 тіл бойынша Еркінбекова Меруерт Айдыновна. Сабақ тақырыбы менің аулам. 10 А сыныбы қазақ әдебиеті зобалаң жылдар 30 қараша Шакирова Арайлым Болатовна. Ашық сабақ 9 сынып Махамбет Өтемісұлы өлеңі мен шығармашылығы. Мен едім. 4 желтоқсан күні Қасымов Бағдат Бағланұлы. Ашық сабақ 5 Д сыныбы қазақ әдебиеті 3 желтоқсан күні Қоқанова Айгүл Тұрсыновна. Қыпшақ Сейітқұл ел қамқоршысы. Ашық сабақ 7 В сыныбы 3 желтоқсан күні Исабаева Айдана Мағжанқызы. Сабақ тақырыбы Шортанбай Қанайұлы. Сыныптан тыс шараларға тоқталып өтетін болсақ, апталықтың 2 Б сыныбы Абай оқулары 2 желтоқсан күні жауапты мұғалімдер Еркінбекова Меруерт Айдыновна мен Дүрмекбаева Айнаш Төлегазиевна. Менің сүйікті жазушым атты шығармалар сайысы 5 пен 8 сыныптар арасында 4 желтоқсан күні 12:30-13:00 аралығында өтеді. Жауапты мұғалімдер Қоқанова Айгүл Тұрсыновна, Қасымов Бағдат Бағланұлы және Исабаева Айдана Мағжанқызы.